бір қадам алға, енді артқа қараймыз. Қолдарыңыз артқа. Қазір енді сіздерге сөз берген жігіттер, бүгінгі осы кеш күшті өтсін десеңіздер, сөзге қарамаймыз, артқа бұрылмаймыз. Мына жақта отырған біздің түлектер, ата-аналар бұл оқушыларға да көмектеспейміз. Қазір мен арттарыңызға берілген жазылған сөз бойынша сұрақ қоямын. Сол сұраққа ең күлкілі қылып жауап берген, халық күлген біздің ойыншымызға сыйлық болады. Ендеше қолыңызды артқа жіберіңіз. Қолына барақ. Қарамайсыз бараққа. Бараққа қарамаймыз, Нұрғиса. Сен Мобилогов деген сайын қарай берме. Ал, айнаға да қарамаймыз. Тік түзу. Ал, ешкім көмектеспейді. Бірінші сұрақ. Сіз бұл жерде соңғы рет қашан болдыңыз? Соңғы рет? Кеше. Мен соңғы рет беріңіз. Бұл жерде сіз соңғы рет қашан болдыңыз? Осы жерде? Соңғы рет, артыңызда жазылып тұрған сөз, сол жерде соңғы рет қашан болдыңыз? Бүгін. Соңғы рет қашан болдың? Соңғы рет қашан болдыңыз? Кеше. Соңғы рет қашан болдыңыз? Жарты сағат бұрын. Соңғы рет Нұрғиса қашан болды? Ертең барам болды. Келесі сұрақ. Бұл жерге сіздер кіммен барар едіңіздер? Көмектеспейміз. Бұл жерге кіммен барар едің? Қызыммен. Кіммен барар едің? Балдармен. Кіммен барар едің? Кіммен? Біреу алып бар бұл жерге. Кіммен барасың? Мамасымен барады. Бұл жерге кіммен барар едің? Досыммен. Бұл жерге кіммен барар едің? Итіммен. Кіммен? Итпен. Нұрғиса, бұл жерге кіммен барар едің? Коллегаммен. Келесі сұрақ мынандай. Бұл жерге барған кезде сізде қандай сезім болады? Мысал үшін біз таң қаламыз, вау дейміз, неше түрлі. Сізде қандай сезім? Қуанасың ба, жылайсың ба, настроениең түсіп кете ма, секіресің ба, билейсің ба? Бұл жерге барғанда қандай сезім? Қалай? Секірем. Қуанам. Сіз? Отырам. Отырғызады осы. Жылайым. Жылайым бар мен. Сіз? Әбір. Енді итпен барғанда әбір жемегенде емессіз. Сіз? Ертең барамыз. Енді барған кезде. Қуанат, бұл жерге неше жастан бастап бара бастадың? Ертең бірінші рет барам. Ертең бірінші рет. Неше жастан бастап? 6. Неше жастан бастап? 2. Неше жастан бастап? 20. Сен неше жастан? Сен қайдан білдің 20 жасында барады? Сен ұмытасың 20 жасында ол. Неше жастан бастап? 10 жастан. Неше жастан бастап? 5. Ол жерге барғанда өздеріңізбен не алып барасыздар? Гүл. Сыйлық, шамалы ашықтық. Не алып барамыз? Ручка. Не алып барамыз? Қасық. Не алып барамыз? Пышақ. Так, итпен барасың. Әбір жейсің. Қолыңа пышақ ұстайсың. Ол жерге барғанда не алып барасың? Стабилизатор. Келесі сұрақ мынандай. Ол жерге барғанда, осы жерде отырған кімді көп көресіздер ол жерде? Ол жерге барғанда
кімді көп көресіздер? Досыңды, мамаңды, папаңды, болмаса бір баланың атын айт. Кімді көп көресің ол жерге барғанда? Бекмұхамедті. Бекмұхамед. Бекмұхамед не істеп отырады? Жатады. Кімді көп көресің? Жүсіп. Жүсіп не істеп отырады? Жүреді сол жерде. Кімді көп көресің? Қане өкілі? А? Не дейсің? Қалай ойлайсың? Ол жерге барғанда кімді көп көресің? Сіздің артыңызда жазылған сөз. Сол жерге барғанда кімді көп көресің? Мысығыңды. Мысығың не істеп отырады? Көбінесе ұйықтайды. Ұйықтап отырады. Кімді көп көресіз? Жанайды. Жанайды. Жанайды не істеп отырады? Аунайды. Кімді көп көресіз? Нұрғиса. Нұрғиса. Нұрғиса не істеп отырады? Видео түсіру. Қошемет қол соғып қойыңыздар. Кімді көп көресіз? Айдарды. Кімді? Айдарды. Сол жерде не істеп отырады Айдар? Желі дейтін байлауы берген. Қошемет қол соғып қойыңыздар. Алайда құрметті жігіттер, сөздеріңізге қарауға болады. Сіздер мынандай сұраққа жауап бердіңіздер. Сіздер осы жерде болдыңыздар. Қол соғып қошеметтеп қояйық біздің жігіттерге, сыныптың түлектеріне. Ал, рахмет. Тойға итпен баратын жігіт. Маған келіңіздер. Математика пәніне директордың алдына мысықпен баратындарға қол соғып қойыңыздар. Көп рахмет. Мінекей біздің сыныптың түлектеріне ду-қол шапалақ қол соғып қойыңыздар.